Основной матамыз ортасына, соның ортасын тауып аламыз. Бүйтіп қойып, белгілеп, ортасын тауып аламыз. Ортасынан бір сипап өтеміз де, ортасы шықты. Енді осыған осындай карман тыйымыз ортасына. Мен мына жерде 1,1 см етіп қайырып алдым, өтекпен басып алдым, және мына жерде 0,5-пен 3 жағын өтектеп алдым, өзіме тігуге оңай болу үшін. Енді осыны ортасын табамыз. Ортасын табамыз да, мына ортасымен мына ортасын тігіп шығарамыз. Алып кеттік. Маған мына жер ыңғайлы. Үшеден өзіңізге қай жерге ыңғайлы деп санайсыздар, сол жерден бастап тігіп шығасыздар. Осылай ортасымен ортасын қойып аламыз. Қорықсаңдар осындай блокымен ұстатып алуға болады. Осылай ортасын ұстатып алыңыздар блокымен. Енді тігіп шығарып. Жақындап көрсетейік сіздерге. Міндетті түрде закрепка басу керек. Şimdi artık koyuyoruz. Aslında bir takım boyunca yapacağız. Осындай команд дайын болды. Енді мына ортасына береміз. Осындай түстес, осындай ХБК бекемінде жұмыс жасауға болады. Жоқ, өзім осы матасын өзіме жасаймын десеңіз, онда мына жерде 3,5 арасында өтекпен өтектеп аласыздар осылай. Кеттік. Енді бұны бұл жерден бастаймын. Мына шеттен бастаймын. Мына ойығынан емес, мына шеткі беттен бастаймын. Енді осыны ұстап тігіп шығамыз. Айналдырып, осылай айналдырып, мына жерге шейін бітіріп тігіп шығамыз. Осыдан бітіреміз. Былай айналдырып тігіп шығамыз. Былай тігіп шығамыз. Енді мына жердің бас жағын көміп тұрайыз. Бас жағын осындай кәсібекпен тоже тігіп шығамыз. Енді мына кәсібекпен 90 см аламыз. 90 см алдық. Енді осыдан 33 см белгілейміз. Ол бойынға кететін. Мына 33 см-ге шейін өйстіп қайырып тігіп аламыз. Мына жерге шейін қайырып тігіп аламыз. Белгіленген 33 см-ге шейін тігіп аламыз. Тігіп алдық. Осыны осы беттен бастап артығын алып тастаймыз. Тігіп алған жерден бастап осылай тігіп шығамыз. Осылай айналдырып мына жерге шейін тігіп шығамыз. Дәл солай белгі бетін тігеміз. Осындай түстес алуға болады, немесе кәсәбегі түстес кәсәбегін алуға болады. 15 см келеді. Өздерінің қаламатадан 3,5 см, 3,5 см қайырып өтектеп аласыздар. Және одан кейін 15 см аламыз, жетеді 15 см. Оны осылай машинкамен тігіп аламыз. Осындай матаны аламыз, 20 см банан. Соған мына жерге 3 см тастап, мешелге 3 см тастап тігіп шығамыз. Дәл осындай мына жағына 3 см тастап тігіп шығамыз. 3 см, 3 см. Енді осыны кәсәбегін қоямыз, тіккен кәсәбегін мына астына қоямыз. Содан кейін онда 15-тің үстіне қоямыз, былай тігіп шығамыз. Дәл солай. Дәл солай. Қойып, ана тіктен 10 см аламыз да, осылай тігіп шығамыз. 3 см қоямыз. 3 см қоямыз. 3 см өтіп. Тігіп шықты. Осылай болсын, ол кетсі. Осылай, мынаны ашып, өздерің үшін өтектеп алуыңызға болады. Ашып.
ашып бетке қойып теріс-теріске қойып айналдыра тығышамыз. Бетіне тығышамыз айналдырып. Мына екі мөлшерге қойып центрлерін тауып белгілеп шығамыз. Кішкентай нәтижеге жетуге болады. Төрт бұрышымыз таптық, соны соған мына бұрышпен мына бұрышты қойып осылай ұстатып аламыз. Ана таққан бұрышымыз. Осылай болып тұрып. Мынаны қазір біткенде осылай өйстіп қышамыз. Қайрап тықшамыз. Burada bunu dikmeye yapalım. Nasıl yaşadık? Şöyle. Olsa hazırlıkta pasta ister.